Абу Ханифа Нуъман ибн Сабит радиаллаху анху ва рахима, Алла ол кісіге разы болсын, Алла ол кісіні рахмет етсін. Сондай ол имамымыздың мазхабы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам имам Бухари келтірген хадисте: "Лау кана ал-илму фи Сурайя ланалаху риджалун мин Фарис." Егер білім бір ұзақ жұлдызда болғанда, оған парсылардан болған кісілер жететін еді деді. Парсылардан болған кісілер жететін еді. Біздің мұсылмандардың қара шаңырағы, Қазақстан мұсылмандардың діни басқармасы осы жолға шақырып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі тәзкия берген жолға шақырып жатыр. Ал енді кімде-кім имам Абу Ханифа рахимахуллахтың жолы сүннетке сай емес, имам Абу Мансур аль-Матруди бидаат ақидаға шақырды десе, ол адам өзінің ақидасын қайта тексеріп көрсін. Ол адам өзінің сенімін қайта тексерсін. Себебі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сөзін жоққа шығарып жатыр.